Сәлематсыздар ма, құрметті көпшілік. Міне бүгінгі тойланып жатқан, бүкіл қазақ елінде тойланып жатқан Наурыз мерекесі құтты болсын. Барлықтарыңызға молшылық, ырыс, береке, бақыт тілей отырып, бүгінгі міне сіздермен биылғы жыл басындағы наурыздағы алғашқы сіздермен ұсынатын көктем жайлы, амалдар жайлы, көктем туралы өлеңдер оқып бергім келіп отыр. Сіздермен бөлісейін. Соның ішінде алғашқа айтарым, біздің атақты өте жақсы қазақтың маңдайына біткен біртуар ақыны Мұқағали Мақатаевтың көктем жайлы жазған бір-екі өлеңі бар екен. Өзіме өте қатты ұнады. Көктем, япырай, неткен көктем, 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 дүние-ау, сен осылай көкпеңбекпің, қымырандай ашимын қырға шығып, өзегімді жайлайды өткен кеткен. Мына дала, мына өлке жап-жас әлі, адамдардың жоғалды сан жасағы, бір ұрпаққа бір ұрпақ жалғасады. Мына дала, мына өлке жап-жас әлі. Жап-жас әлі, ойда жас, орманда жас, елтіп тұр, көктемге болған ба мас. Көзге күйкі жалғызақ қиырдағы құлазған мүжілген қорған қораш. Япырай, неткен көктем, 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 дүние-ау, сен осылай көкпеңбекпің, мәңгі бақи түлеген қазғалпыңда табиғат керемет, ең неткен көктем деген екен. Осылай әдемі жырдан кейін, осындай Мұқағали атамыздың өлеңінен кейін жалпы көктем жайлы тағы бір өлеңмен бөліскім келіп отыр. Бұл өлеңді жазған Мұсабек Байзақов деген Түркістан облысында өмір сүрген кісі екен, ақын болған екен, шешен, сөзге шебер, ақындығы да қара жаяу емес екен. Сол кісінің жыл мезгілдері деген табиғат тамашалары жайлы жазған өлеңнен үзінді келтіргім келіп отыр сіздерге. Болғанда көктем жыл басы, аспаннан жаңбыр себелер, өлген шөптер тіріліп, жердің жүзі көгерер. Құрт құмырсқа қимылдап, бәрінің көңілі елірер. Тарбаңдап жүрер уақыты қош, тасбақалар кенелер, асыл гүлдер жалтырап, аспан мен жер кенелер. Жердің түзі түрленіп, жап-жасыл адыр төбелер, неше алуан түрмен түрлі шөп өнер. Қатып қалған мұз еріп, жылжып ағып жөнелер. Сыбдыр қағып күйменен сулар ағып сылдырап, жасыл шөптер шайқалып, біткен жері елжіреп, қызыл жасыл ақ гүлдер ашылып бәрі албырап. Тербетіп шөпті өсірген, мысалы желдер дүркіреп, аспаннан жаңбыр болып тұр, күн сайын күні күркіреп. Арасында бүргеннің торғайлар ашып балапан, амал, сәуірі зәу-зәу өтсе, жетеді жылжып саратан. Жапырағы жайқалып, ағашқа бітер түрлі сән, сырттан байқап қарасам, дарақтың ата енесі, тәрбият қылып ауасы, әртүрлі пісер мәуесі. Жұлдыздай болып жылтырап, көргеннің кетер әуесі, таразы жұлдыз туғанша ағаштар толар денесі. Сүмбіле мизан салқыннан, көргер соң кетер зәресі дейді. Біздің көктем мезгіліндегі айлардың аттары, ескі аттары болып саналады екен. Іздестіріп қарасам, бұл амал айы март айы екен. Сәуір айы апрель, зауза май айы, сүмбіле август, мизан сентябрь. Міне ескілікті адамдардың өзінің әр айдың ескілікті аттарынан біраз мағлұмат алдым. Мен өзімде осы апрель, март, май деген, мысалы сәуір, көкек айлары дегенді біледі екенбіз, ескіше аттарын онша қолданбайды екенбіз. Амал, осының ішінде естігенім амал, сәуір, зауза деп отыр ғой, сол амал дегеніміз жыл 12 айда айналып соғып тұратын ыстық пен суықты, қар мен жаңбырды, жел мен боранды халық бір сөзбен амал деп атаған.
яғни жылдың әр мезгіліндегі табиғат құбылыстарының өткінші әрі тосын, аз уақытта болып өтетін өзгерісі мен көрінісін және оның бірнеше түрлерін айтқан екен амал деп. Ұлттық сандық ұғымда 7 амалы бар екен. Бірінші күннің тоқырауы, екінші қарашаның қайтуы, үшінші үркердің батуы, төртінші мұздың қатуы, бесінші киіктің матауы, алтыншы қыс 90, жетінші ай тоғамы деп аталады екен. Негізі біздің қазақта ескілікті бұрынғының адамдары аспан әлемін, жердегі болатын табиғат құбылыстарын ерте болжай білетін талантты адамдар болған. Олар бұлтқа, жан жануарлар мен жәндіктердің іс-әрекеттеріне, мінезіне қарап, күнделікті ауа райын немесе келер қыс пен жаздың қалай болатынын бұрын біліп, халыққа айтып отырған. Бұл болжамдардың көпшілігі айна қатесіз келіп отырған. Мұндай адамдарды жұлдызшы немесе есепші деп атаған екен. Жылдың 12 айындағы табиғат құбылысына байланысты халықтық қағидаларға қалыптасқан болжамдар және оның атаулары мен реттері әдеттегіндей наурыз айынан басталады. Енді көктем келді, жаңа жыл келді, сондықтан да көктем айларында болатын осындай амалдарды, атауларды сіздермен бөліскім келіп отыр. Соның ішіндегі біріншісі өл ара. Көп естиміз өл ара жайлы. Ол ескі ай бітіп, жаңа ай туғанға дейінгі аралық аспанда ай көрінбейтін кезеңді айтады. Өл арадағы ауа райы туар айда қайталанады деген тәжірибе қалыптасқан. Өл арада жауын шашын болса, туар айда жауынды шашынды болады дейді екен халық. Бұл болжам әрқашан қатесіз келіп отырған. Амал айы жайлы айттым. Бұдан кейін көктемде болатын тағы бір амалдың түрі құс қанаты делінеді екен. Наурыз айының соңғы күндерінде жыл құстары да ұшып келе бастайды. Құстардың келуімен қар аралас жаңбыр, суық жел тұрады. Мұны ел құс қанаты деп атап, амалға жатқызған. Келесі амалымыздың бір түрі аласапыран деп аталады екен. Көктемде, наурыз айында, кейде сәуір айында қар күрт еріп, жер лайсаң болып, шаруашылыққа қиын күндер туады. Осындай жайсыз, қолаңсыз мерзімді аласапыран дейді екен. Бес қонақ. Жыл аяғында, яғни наурыз айында 17-21 аралығында болатын жауынды шашынды күндерді айтады екен. Бұл әр жылы соғып өтетін суық әрі лайсаң мезгіл. Жұрт бес қонақтан қатты сақтанып, күтініп, біліп отырған екен. Келесісі қызыр қамшысы. Сәуір айының орта кезінен аса бере алғаш найзағай ойнайды. Жаңбыр жауады, жер бусанады. Оңтүстікте жаздың жайлы күндері басталады. Осы сәттерден найзағайдың жарқылын халық қызырдың қамшысы шартылдады, қыс кетті деп есептейді екен. Кейінгі бір тағы түрі тобылғы жарған. Сәуірдің соңғы күндерінде 2-5 күнге созылатын суық жел соғады. Бұл тобылғы бүршік жарды. Яғни өсімдіктер тамыр жайды, алғашқы көк шыға бастады деген сөзді білдіреді екен. Қызыл жұмыртқа. Мамыр айының алғашқы 10 күндігінде дала, су құстары балапанын шығара бастайды. Халық тілінде қызыл жұмыртқа деп аталатын осы кездерді 1-2 күнге созылатын суық болады. Сондықтан қызыл жұмыртқа деп аталады екен. Одан кейінгі бір амалдың түрі құралайдың салқыны. Бұны енді мен естігенмін. Жаңаға атап өткен аласапыран, бес қонақ, қызыр қамшы, тобылғы жарған, қызыл жұмыртқаны енді бірінші естіп, көріп, біліп оқуым. Құралайдың салқыны дегеніміз мамыр айының аяғында болатын суық жел. Осы желге қарсы киік өз құралайларын, яғни лағын
аяқтандырып, жүгіртіп, өргізеді. Киіктің жаппай төлдеуі 2-3 күннен арыға созылмайды. Киіктің тағы бір айта кетерлік ерекше қасиеті, оның ешкісі кез келген құралайды емізіп, бауырына алып, лестіріп жүре береді екен. Киік құралайының далада жетім, жалғыз қалмауы осыдан. Арғарай жалғастыра берсек, 12 ай мезгілдің барлығында қазақтың өзінің қойған аттары көп екен. Бұл енді көктемге байланысты нәрселерді атап өттім. Сонда да болса, мына үркердің батуы дегенге тоқталып өтейін. Маусым айының басында үркердің мүлде көрінбей кетуін айтады екен. Кейде мұны үркердің жерге түсуі дейді. Осыдан кейін 40 күн шілде басталады. Үркер жерге түспей, жер қызбайды дейді халық жұлдызшылары мен есепшілері. Келесі тақырыпқа жаз күндерін, күз мезгілдерін, қыс мезгілдерін тағы да атап өтетін өзі сондай сабақ ретінде сабақ дей алмаймын, енді мен мұғалім емеспін. Оларға жеке-жеке тоқталып өтер деп ойлаймын. Енді сіздерге осы көктем мезгілі, көктемде елдің бәрі жер жыртып, егін егіп, бау-бақша егіп, күтіп баптайтын уақыт. Сол уақытқа байланысты 1-2 мақалмен бөліскім келіп отыр. Қыстағы суық, жаздағы ыстық. Нөсер алдында найзағай ойнайды дейді. Сәуір болса күн күркірер, күн күркіресе көк дүркірер. Жаз сайға қонба, қыс қырға қонба. Ықтырмаң болмаса, желге өкпелеме деген екен. Пайдасы, мағынасы өте зор. Тағы 1-2 мақалды айтып өтейін. Егінді күндіз егіп, түнде суар, гүлді күн көзіне егіп, күнде суар дейді. Су ырыстың көзі, еңбек кірістің көзі. Дихан еккенін жейді, жылқы тепкенін жейді. Жылқы бақсаң құрығыңды сайла, егін ексең ұрығыңды сайла. Қарбыз қауын, 2-3 ай сауын. Құмнан құдық қазсаң шегенде, қозым жатсын десең көгенде. Дихан нанын жейді, жалқау арын жейді. Су патшасы Мұрап, түн патшасы Шырақ. Бұрын біздің бала күнімізде Мұрап дейтін кісі болған. Арықпенен су келетін, әркім өзінің бау-бақшасын суғаратын. Сол кездерде есте қалған. Мұрап деген кісі әлі де бар болуы мүмкін ауылды жерлерде. Мың шыбық шаншып өсірсең, халқыңа орман салғаның, өзіңе қорған салғаның дейді екен. Бабадан қалған байлығым, қазақ мақал мәтелдері деген бір өте жақсы, естімеген, көрмеген, сондай бір мағынасы терең мақалдар өте көп екен. Сонымен сіздермен бөліскенім. Енді айта берсем өте көп. Көктем туралы тақырып өте бай тақырып қой негізі. Наурыз күндері сіздермен тағы да бір Мұқағали Мақатаевтың тағы бір өлеңін оқып бергім келіп отыр. Көктемде келер, от ойнар әлі аспанда, көгерер әлі кәремен қайың жас талда, дүлейдің шоғы түспес екен деп тіле, аспанда апат зарядтар жағаласқанда. Көктемде келер, құстар да жетер ән салып, көктер де шығар, көгілдір нұрға тамсанып, сулар да тасыр, кетпес екен деп тіле, мұхиттар көлге қарсағып. Бұлттарда көшер, жыртық ба әлде бүтін бе, жауласа бермей жайғасар келер бітімге. Ақ көңіл бұлттар ақ нөсер төгіп өтсін де, айналып кетпей түтінге. Келсе екен көктем, көк жасыл шұғыла тартылса, көк жиек барып, көк жиектерге артылса. Көктемде келер,
көрерміз әлі жазды да, осылай өмір тұрыс екен тыныш қалпында деген екен. Осындай жақсы өлеңнен кейін сіздерге сау саламатта болыңыздар, жақсылықта жолыққанша, тағы кездескенше, көріскенше, көктемнің жайдары жақын күндерінде жолыққанша сау болыңыздар.